Қара шай ішуді доғарсаңыз не болады? Қара шай әлемдегі ең танымал сусындардың бірі. Оны кенеттен ішпей кетсеңіз, қандай салдары болуы мүмкін? Қара шайдан бірден бас тартқан кезде ағзада өзгерістер байқалуы мүмкін. Энергия деңгейі. Қатты білінетін өзгерістің бірі сіздегі энергия деңгейі. Қара шайда кофеин бар. Ол сізге сергектік сыйлайды және көңіл күйіңізді арттырады. Егер кенеттен қара шай ішуді доғарсаңыз, бастапқы кезде өзіңізді күні бойы шаршаңқы сезінуіңіз және ұйқышыл болып көрінуіңіз мүмкін. Ас қорыту. Қара шайды кейде ас қорытуды ынталандыру үшін қолданады. Егер оны ішуді тоқтатсаңыз, бұл асқазан мен ішекке әсер етуі мүмкін. Мысалы, тамақтан соң ауырлық сезімі немесе тіпті ас қорыту проблемалары пайда болуы мүмкін. Кофеинге тәуелділік. Қара шайда кофеге қарағанда кофеин аз. Десе де, ол осы заттың көзі болып келеді. Егер қара шай ішуді доғарсаңыз, кофеинге тәуелділіктің белгілері байқалуы мүмкін. Себебі сіз күнде оның қандай да бір мөлшерін алуға үйреніп қалдыңыз. Балама сусындар. Қара шайды ішуді доғарсаңыз, оған балама сусындар іздеп кетуіңіз мүмкін. Ол көк шай, ақ шай, шөптік шай және қарапайым су болуы мүмкін. Бұл сусындардың бәрінің өзіндік ерекшеліктері бар және олар денсаулыққа жағымды әсер етуі мүмкін. Қосымша әсерлері. Егер бірден қара шай ішпей кетсеңіз, сирек жағдайда кей жағымсыз қосымша әсерлерді сезінуіңіз мүмкін. Мысалы, басыңыз ауруы, тітіркенгіш болып кетуіңіз және тіпті депрессия болуы мүмкін. Сондықтан шайды толықтай бас тартқан ақса өзгерістерге үйренуі үшін оның мөлшерін біртіндеп азайтуға ұсынылады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.